Әйел өзінің есірткісін бітіріп тастап, күйеуінен тағы да біраз сұрап еді. Бірақ ұрлап әкелген банкоматпен әуре болып жаққан еркек бермей қояды. Сөйтіп екеуінің арасында ұрыс басталды. Күйеуінің айтқан ауыр сөздеріне шыдамаған әйел өте сұмдық әрекетке барады. Ол ауыр банкоматты жай ғана итеріп жіберді. Ал бұл кезде күйеуі соның астында түбін бұрғылап ашуға тырысып жатқан болатын. Ер адам сол жерде тіл тартпай кетті. Бұл екі нашақор бірнеше күн бұрын Джесси есімді жігіттің досынан есірткі алып ақшасын бермей кеткен болатын. Сол ақшаны қайтару үшін Джесси олардың үйіне барады. Ол қолына қару алып, өзін қатыгез қылмыскер сияқты ұстауға тырысты. Бірақ үйге кіргенде оны сұмдық көрініс күтіп тұрады. Үй іші адам төзгісіз лас. Барлық жерде қоқыс, шіріген тамақ қалдықтары, шприцтер шашылып жатыр. Жарық әрең түседі, қабырғалар қарайған. Және ең сұмдығы, мұнда кішкентай бала бар екен. Бала шамамен 5-6 жаста. Киімдер ескі, үсті басы кір қожалақ. Бірақ ең аяныштысы, оның мұндай өмірге үйреніп кеткендей көрінуі. Ол үнсіз ғана барып теледидарды қосты да диванға жайғасты. Джесси одан ата-анасы қайда екенін сұрап еді. Бала оған бұрылып та қарамастан теледидар көруін жалғастырады. Оның неге ересектерге арналған пышақ жарнамасын қарап отырғанына таңғалған Джесси арнаны ауыстырып мультфильм қосып бермекші болады. Бірақ теледидарда бір ғана канал қолжетімді екен, және баланың соны қараудан басқа амалы жоқ. Біраздан кейін ол басын бұрып өзінің аш екенін айтады. Джесси есірткі сатушы, бірақ оның ішінде балалық пәктікпен үлкен жанашырлық бар. Ол бірден өзінің қатыгез рөлін ұмытып, тоңазытқыштан ескірген болса да бір нәрсе тауып балаға берді. Сосын онымен ку-ку деп аталатын ойын ойнайды. Сол сәтте баланың жүзіне алғаш рет күлкі үйірілді. Көп ұзамай үйге оның нашақор ата-анасы келеді. Джесси баланы дереу басқа бөлмеге апарып, сол жерде тыныш жатуын бұйырды. Сосын тапаншасын шығарып, бір-бірімен итше ырылдасып үйге кірген әлгі екеуін қорқытып тұтқын қалады. Сосын өзіне тиесілі ақша мен метамфетаминді талап ете бастады. Алайда есірткіден жүйкелері әбден жұқарып, қалыпты ойлай алмайтын олар бір-бірін кінәлай жөнеледі. Джесси оларды ажыратып, ақшаны орнына қоймасы арты жаман болатынын түсіндіреді. Сол сәтте ер адам оған ақша бар екенін, бірақ оны алу үшін біраз тер төгу қажет екенін айтады.